Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен өте жұмсақ және де хрустящий және қатпарлы болып шығатын қаттама нанның жасалу жолымен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап мені қолдай кетіңіздер. Және де мен видеода қаттама нанның қалай қатпарлы болып шығу үшін не істеу керек сияқты бір-екі жолдармен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп, мені қолдай кетіңіздер. Ең бірінші ыдысымызға 2 стақан салқын суымызды және дәміне қарай тұзымызды, сары майымызды және аздап майонез салып, жақсылап жұмсақтау қылып қамыр елеп аламыз. Дәл осы тәсілмен өзімнің қаттама жасап жүргеніме 3-4 жылдай болып қалды. Үнемі әдемі және қатпарлы болып шығады. Қамырымызды жақсылап, қамырдың иі қанғанша жақсылап тұрып илейміз. Енді қамырымызда бетін жауып, тындырып аламыз. Дайын болған қамырымызды өзімізге ыңғайлы етіп, бөліктерге бөліп аламыз. Мен өзіме ыңғайлы етіп 4 бөлікке бөліп алдым. Қараңыздар, иі қанған қамыр осылай сырты жылтыр, әдемі тегіс болып шығады. Енді қамырымызды шетінен ала отырып, жұқалау қылып қамырды жаямыз. Қамырды жұқалау етіп жайған дұрыс, сонда қаттамамыздың қатпары да жақсы болып шығады. Міне осылай жұқалау етіп жаямыз. Мен сосын осы қаттама нанның арасына крахмал қолданамын. Крахмал қаттаманың қатпарлы болып шығу үшін көмектеседі, әрі хрустящий болып шығу үшін де. Осылай барлық шетіне сеуіп, жайып, қаттамамызды бір айландырып аламыз да, ары қарай бетіне сары май не болмаса маргаринімізді жағып, барлық шетіне тегізіп жағып шығамыз. Енді бетіне екінші зоғал қамырымызды қабаттап қойып, бетіне крахмалымызды, сары майымызды, не болмаса маргаринімізді жағып, бір тегіс қылып жағып шығамыз. Дайын болған қамырымызды осылай ұзынша етіп кесетін боламыз. Бұлай ұзынша етіп кесілген қамырдың қатпары да жақсы болып шығады. Енді шетінен ала отырып, өзімізге керекті мөлшерге дейін орап, дөңгелектеп ораймыз. Ораған кезде де қатты тым қысып орамаймыз, нығыздап, арасын кеңдеу бостау ғып ораймыз. Кеңдеу бостау ғып орасақ, қаттаманың қатпары да жақсы болып, қатпарлы болып шығуына ол да көмектеседі.
Дайын болған қамырымызды жайып, қызып тұрған табамызға май құя отырып пісіріп аламыз. Міне, менің қаттамам дайын. Қаттамам өте дәмді және жұмсақ, қатпарлы болып шығады. Дәл осы тәсілмен жасап көріңіздер. Қатпарлы болып шығуы сөзсіз. Егер сіздерге менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап, қазақша каналдың дамуына үлес қоса кетіңіздер. Алдағы уақыттарда бұдан да дәмді, қызықты тағамдармен бөлісетін боламын.